Барлықтарыңызға қайырлы күн. Бүгін біз сіздермен бірге осындай өте ерекше птичье молоко, қазақша айтқанда құстың сүті деп аталатын ерекше тортты дайындайтын боламыз. Бұның ортасында суфле болады және де әрине де глютенсіз, міндетті түрде дайындап көріңіздер. Ең алдымен сармайымызға қант қосып, жақсылап араластырамыз. Ағаруы керек. Осылай ағарғаннан кейін жұмыртқаның ағы мен сарысын ажыратып аламыз және де сарыуызын пайдаланамыз. Ақ уызы бізге креміне, суфлесіне қажет болады. Аз-аздан қоса отыра араластырамыз. Нәтижесінде осындай қоспа пайда болады. Енді құрғақ ингредиенттерімізді біріктіреміз. Олар бізде жүгері ұны, күріш ұны, какао және де ас содасы. Ас содасын жарты шай қасық қопсытқышпен араластырсаңыздар болады, алмастырсаңыздар болады. Араластырып, електен өткізіп қосамыз. Міндетті түрде електен өткізу керек, сонда ғана сіздің бисквитіңіз биік, әдемі болып шығады. Араластырамыз. Қамырымыз дайын, осындай қою болып шығады. Енді формамызды дайындаймыз. Мен осындай сақина формасында пісірдім. Және де оны 24 диаметрге қойдым. Сондай-ақ 25 диаметрде істеуге кеңес беремін. Себебі птичье молоконың негізгі құрамы қамыры емес, ал ортасындағы суфлесі. Енді 140 мл суға желатин қосамыз. Желатин халал, грамдап сатады кондитерлік дүкендерде, сұрап алсаңыздар болады. Араластырып, бөлме температурасына қойып қоямыз. Судың температурасы мүлдем маңызды емес. Енді піскен бисквитімізді бөлме температурасына суытамыз. Бисквиттің піскен-піспегендігін осылай таяқшаның көмегімен тексере аламыз. Құрғақ болса пісті деген сөз. Енді негізгі бөлігін суфлесін дайындауға кірісеміз. Ол үшін бізге ең алдымен майдан жасалатын крем дайындаймыз. Ол үшін бізге май және де қойылтылған сүт қажет. Орысша айтқанда сгущенка, сгущенное молоко. Осы сгущенканы пайдаланған кезде міндетті түрде құрамына назар аударыңыздар, табиғи ингредиенттер болуы керек. Және де сармай мен балқаймақты алдын ала 1 сағат бұрын шығарып қойыңыздар. Екеуі жұмсақ әрі бір температурада болуы керек. Осылай крем дайын болады және де дәл осы сәтте іріген желатинімізді еруге қоямыз. Сулы моншаға немесе қысқа толқынды пешке. Сулы монша дегеніміз астында ыстық қайнап жатқан су және де бетіне ыдыспен осы желатинді қоятын боласыздар. Енді ақ уыз бен қантымызды жақсылап миксерлейміз. Аз-аздан қоса отыра видеода көрсетілгендей. Және де ақ уызды бөлек алып қоямыз. Бізде формасын ұстайтындай ақ уыз пайда болу керек. Осы формасын ұстайтын екі креммен, біреуі бізде көріп тұрғандарыңыздай майлы крем, екіншісі бізде ақ уыздан дайындалған крем. Осы екеуін біріктіреміз. Және де жақсылап бір араластырамыз. Осы сәтте біздің желатиніміз ериді. Және кішкене ғана суытып қосамыз. Себебі егер толықтай суытатын болсаңыздар, сіздердің желатиндеріңіз қайттан іріп, қайтадан ерітуге тура келеді. Біздің суфлеміз дайын. Енді тез-тез қимылдауымыз қажет, себебі бұл суфле өзінің формасына енбеу керек. Осылай сақинаны орналастырамыз бисквиттің жанына. Және де тығыз байланыстырып, осы суфлемізді құямыз. Міндетті түрде осындай форма болуы керек сіздің бисквитіңіздің көлемімен бірдей, себебі осы сіздің құйып жатқан суфлеңіз ағып кетеді. Бетін тегістеп, тоңазытқышқа 6 сағатқа, 5 сағатқа немесе 1 түнге саламыз. Жалпы, егер асығыс болса, жарты сағат, 1 сағатқа морозильникке, яғни мұздатқышқа салып алсаңыздар болады.
Енді біз бетіне ганаш жасаймыз. Ол үшін шоколадқа сүт қосып ерітеміз. Сүтті кілегеймен алмастыруға болады. Сулы моншада ерітеміз. Және де осы тортымыздың бетіне құямыз. Жақсылап тегістейміз. Дайын. Енді бұны да тоңазытқышқа салып қоямыз. Толыққанды сіңіру керек. Енді бір түн тұрған осы птичье молоко, яғни құстың сүті деп аталатын тортымызды формасынан босатамыз. Және де өзіміздің қалауымыз бойынша безендіреміз. Формадан босатқанда пышақты пайдаланбаймыз. Егер пышақты пайдаланатын болсаңыздар, сіздерде шоколад ағып кетеді, яғни жан-жағына түсіп кетеді. Және де жан-жағына әртүрлі подтеки жасадым, яғни ағызулар. Және бетін осылай беземен, арахистермен безендірдім. Барлығы да өзіңіздің қалауыңыз бойынша. Көріп тұрғандарыңыздай мен ортасына осындай қағаз, яғни сурет қойған болатын. Бұл желінетін сурет. Егер де сіздерге осы қалай жасалу керек екендігі қызық болса, пікірге қалдырып кетіңіздер. Мүмкін видеосын түсіріп қалармын. Видеоны соңына дейін көрген болсаңыздар, видеоға лайк басып, пікір қалдырып, және де менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де видеоның астында барлық құрамы жазылған. Видеоны соңына дейін қарағандарыңыз үшін рахмет. Келесі видеода жүздескенше.